Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін керемет үлпілдек жұмсақ пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге жылы сүт қажет болады. Үстіне аштығымыз саламыз, және де қантымыз саламыз. Аштығымыз міндетті түрде балғын болуға қажет, себебі біздің пирогымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Және де мына жұмыртқаны 2 дана, бір данасының сары өзін мен соңында бетіне жағуға алып қалдым. Қалған жұмыртқаны осында құйып жібердім. Және де сұйық майымыз саламыз. Және де сары майымыз, бөлме температурасында сары майымыз салып, барлығын біріктіріп араластырып алатын боламыз. Және де ұнымызды 2-3 бөліп, осылай бұлға отырып, осылай салып алатын боламыз. Біз ұнымызды 2-3 бөліп салдық. Осылай барлығын біріктіріп, соңында уже қолмен басып шығатын боламыз. Барлығын жинақтап, осылай кішкене қолға жабысатын болады. Енді осы қамырымыздың үстіне шамалы сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымызды құйып, 1-2 басып қамырымызды. Енді бетін жауып пищевой пленкамен жылы жерге бір сағат жарымға қойып қоятын боламыз. Мына біздің қамырымыз көтерді, өте керемет болып. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Бұл қамырдан 2 дана пирог жасауға болады. Бұл пирогты біз формада пісіреміз. Формаңыз үлкен болса, 1 дана жасауға болады. Формаңыз кішкентай болса, 2 дана пирог шығарсаңыздар болады. Осылай қамырымызды жайып алатын боламыз. Оқтаумен жақсылап ұнымыз сеуіп, осылай жайып шығамыз. Барлығын осылай үлкейтіп, толықтырып жағып шықтық, жайып. Ендігі осының ішіне мен осылай вареный сгущенка қолданамын. Сіз қалауыңызша творог қоссаңыздар да болады. Мына осылай салып шықтық барлық варенкамызды. Осылай қатарынан әдемілеп молынан салсаңыздар да болады. Өзіңіздің қалауыңызбен өте керемет болып шығатын пирогтардың бірі. Енді осы пирогымызды осылай қысыңқырап орап шығатын боламыз. Осылай барлығын қысыңқыраймыз. Ендігі бұл пирогқа мен осындай әдемі форма шығаратын боламын. Сол себептен кішкентай бөлігін қалдырып, сол жерді осылай пышақпен болсын, немен болсын осылай кесіп алатын боламыз. Ұзынша алып кесіп, біздің пирогымыз өте әдемі болып, формасы әдемі болып шықсын, осындай қылып жасаймыз. Мына кесіп алдық. Ендігі мына біздің алдыңғы кескен жерімізді осылай айналдырып шығатын боламыз. Сонда біздің пирогымыз өте әдемі, оюлы ұқсап әдемі болып шығатын болады. Мына осылай айналдырып шықтық. Енді толық барлығын осылай орап шығамыз пирогымызды. Мына осылай барлығын жабыстырып, екінші жағынан осылай қысып шығатын боламыз. Енді бұл пирогты қандай формада пісіремін? Мен осындай кекстің формасында пісіремін. Сіз енді қалауыңызша, сізде бұндай форма болмаса, осындай разъемный формада пісірсеңіздер болады. 24-26 диаметрде пісірсеңіздер болады. Өте үлкен, керемет пирог болып шығады. Мен формамды майлап алдым. Енді осы пирогымды, қамырымды осылай салып шығамын. Осылай әдемілеп салып шығатын боламыз. Енді осы қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа бөлме температурасына қойып қоямыз. Тағы да көтерілу қажет біздің пирогымыз. Мына бізді 30 минуттан кейін көтерілді. Осылай әдемі болып. Енді осы пирогымыздың үстіне, бетіне жұмыртқамыздың сары өзін жағатын боламыз. Бана алып қалған сары өзінің үстіне 1 қасық сүтімізді қосып, жақсылап араластырып, осылай бетіне толық жағып шығатын боламыз. Енді осы пирогымызды біз 180 градуста 40-45 минут пісіріп алатын боламыз. 40-45 минутта толық әдемі болып пісіп шығады біздің пирогымыз. Мына осындай пирог дайын болды. Өте керемет. Міндетті жасап көріңіз, сіздерге ұнайтынына сенімдімін.